Сәлеметсіздер ме? Мен Мұқағали Мақатаев атындағы номер 47 жалпы білім беретін мектептің ақпарат фракциясының жетекшісі Әсем. Сіздермен бірге біз бүгін талқылайтын тақырып судағы қауіпсіздік. Күн жылына келе адамдардың көбісі су жағалауына демалуға, не болмаса шомылуға асығады. Бұл дұрыс емес. Себебі демалуға келген жағдайда бұл жақсылықпен емес, жамандықпен аяқталуы мүмкін. Сонымен қатар, судағы қауіпсіздік ережелерін де біз естен шығармауымыз керек. Себебі бұл ең бізге қатысты нәрселердің бірі. Келесі сөз кезегі ақпарат фракциясының мүшелеріне береміз. Сәлеметсіздер ме? Мен Абдулла Інжу. Бүгін біз суға тыйым салынған жерлерде, яғни өзен-көлдер мен канал жағасындағы қауіпсіздік туралы сөз қозғаймыз. Су тіршілік көзі, бірақ судың қауіпсіздік ережелерін сақтамаса қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан әр адам суға жақындамас бұрын қауіпсіздік ережелерін ұстануы керек. Ендеше біз Шардара су қоймасындамыз. Бұл жердегі қауіпсіздік балалар үлкендердің бақылауынсыз суға түспеуі керек. Және де терең жерге бармай, үлкендерді немесе құтқарушыларды көмекке шақыру қажет. Сәлеметсіздер ме? Мен Серікбай Қазына, Мұқағали Мақатаев мектебінің оқушысы. Мен бүгін ауылдағы ауруханаға сұхбат алуға келіп отырмын. Сәлеметсіздер Дәрбек ханым, сіз өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Саламатсыздар, мен фельдшерлік акушерлік пункттің медбикесімін. Есімім Сапарбаева Мөлдір. Рахмет Мөлдір ханым. Біз сізге бүгін бірнеше сұрақтар дайындалып келген едік. Жаз кезінде өзен-көлдерде демалушылар көбейіп жатады. Сол кезде ең бастысы қауіпсіздік. Ең алдымен алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Алғашқы көмекті суға кетіп жатқан адамды көргенде бірінші көмекке барамыз. Суға кетіп жатқан адамның ешқашан алдынан бармаймыз. Суға кетіп жатқан адамның арт жағынан барып, шашынан басқа жерінен ұстай алмаймыз. Кеуде тұсынан, қорқыбастан осылай тартып шығуға тырысамыз. Жағаға алып шыққан соң бірінші реанимациялық көмек. Бірінші реанимациялық көмек жағаға алып шыққаннан кейін тіземізге қойып, тіземізге қойып, арқана іш тұсын қоямыз, арқа жағынан ұғамыз. Ол не үшін? Өкпеге кеткен суды шығару үшін. Одан кейін реанимациялық көмек тегіс жерге жатқызамыз. Жерге ауыз қуысынан судың бәрін шығарып болған соң реанимациялық көмек жасаймыз. Кеуде тұсына реанимациялық көмек жасаймыз 1-2-3-4. Кейін мұрнынан аузына үрлейміз. Осылай 4 рет қайталаймыз. Өзіне келгеннен кейін пульсын көреміз. Өзіне келді ма, пульсы бар ма, жоқ па. Қорытындылай келгенде, су жағалауында қауіпсіздік, адам өзін қорғауы, және де осындай қарапайым ұстанымдарды ұстанатын болса, қайғылы жағдайлардың алдын алуға болады.